Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте керемет шашлычный соус рецептін бірге жасайтын боламыз. Ол үшін бізге блендеріміз, тұзымыз, қантымыз, укропымыз, суымыз, томатымыз, чеснок және сұйық керек болады. Ең алдымен таза құрғақ блендеріміздің ішіне алдын ала дайындалған сарымсағымызды салып, оның үстіне томат қызанағын салып, одан кейін дәміне қарай тұзымыз қажет болады және қантымыз, қажетіңізше бұрышымызды салып, одан кейін укропымызды салып, сұйық майымызды салып, алдын ала дайындалған суымызды құйып, блендеріміздің көмегімен бір келкетіп жақсылап араластырып аламыз. Ішіндегі массамыз еруі керек. Міне, біздің массамыз дайын болды. Енді кез келген тамақ түріне немесе кез келген соус ретінде қолдансаңыздар болады. Міне, біздің кереметтей соусымыз дайын. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады.